Ойлан таб арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода стикер арқылы ертегіні табу керек болады. Сұрақ саны 30, ойлануға 10 секунд. Әртүрлі жауапқа 1 ұпайдан берілетін болады. Видеомызды бастамас бұрын лайк басып, подписка жасап, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсың? Жақсылап ойланыңыз. Ертөстік және айдаһар ертегісі. Бұл ертегі стикерлерден ақ көрініп тұр деп ойлаймын. Атауын тап. Алтын сақа ертегісі. Сен бұны білесің бе? Бұл ертегіні сен білесің. Бауырсақ ертегісі. Видеомызды жалғастырмас бұрын ойлан таб арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті каналға лайк басып, тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, 10.000 оқырманға бірге жетейік. Осы қандай ертегі екенін тапшы. Видео соңында қанша ұпай жинағандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсың? Жеті қазынаның сыры атты ертегі. Бұл ертегі түрінен ақ көрініп тұр. Алтын балық ертегісі. Бұл ертегіні сіз білесіз деп ойлаймын. Қызыл телпек ертегісі. Бұл ертегіні табу оңай болады деп ойлаймын. Жеті лақ ертегісі. Ал осындай ертегіні естігенсің бе? Қарлығаштың құйрығы неге айыр ертегісі? Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсыз? Алтын сандық ертегісі. Алтын тақ. Түлкі мен тауық ертегісі. Бұл ертегіні естігенсің бе? Бұл бізде алдар көсе. Жеті қарақшы ертегісі. Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсыз? Күлше қыз ертегісі. Алтын мүйізді киік ертегісі. Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсың?
Ақ қасқыр ертегісі. Арыстан мен қасқыр ертегісі. Жылан мен қаз. Ал бұл қандай ертегі деп ойлайсың? Ортоқпақ ертегісі. Бұны білесіз бе? Екі дос ертегісі. Бұл ертегіні көргенсің бе? Тасбақа мен қоян ертегісі. Алтын құйрықты жылан. Түйме қыз. Аяз би ертегісі. Қарға мен сауысқан. Түйе мен тышқан. Түлкі мен қырғауыл ертегісі. Алты түлкі ертегісі. Ал бұл қандай ертегі екенін білесіз бе? Шалқан ертегісі. Қанша ұпай жинағандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, каналға лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Алда талай қызықты видеолар болады. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.